Достар, қалайсыздар? Қазір сіздермен бірге география пәні бойынша УТО сұрағын талдаймыз. Өте күшті сұрақтар болады, құрметті оқушылар. Белсенді болып, барынша лайк басып, дұрыс жауаптар болса, білетін болсаңыздар қолдап, және варианттарды бізбен бірге талдап, жауаптарын комментарий жазып отырыңыздар. Бірге УТО сұрағын талдап, 50-ден 50 қойып тастайық, кеттік ал. Так, мен осы группаның тікелей эфирдің сілтемесін жіберіп тастайын группаларға, оларға да пайдалы болсын, что кіретіндей, иә. Так, кіріп тастайын қазір. Былай дей сайын, иә. Так, саламатсыз ба дейді, қатып атсыз дейді. Қатып қалды ма не? Группаға жіберіп тастайын. Қайырлы кеш, құрметті оқушылар, қалайсыздар? Дәл қазір бізде TikTok стрим бастап жатырмыз. УТО сұрақтарын талдаймыз. Дәл қазір міне бастағалы жатырмыз. Қараңыздар, міне 100 сұраққа келдік. Бос болсаңыздар, давайте кіріп кетіңіздер, сақталмайды. Дәл қазір сәтте барсыз, дәл қазір сәтте ғана көре аласыздар. Давайте күтем. Так, кеттік ал. Қайырлы кеш, құрметті оқушылар, қалайсыздар? Кім бар, кім жоқ, жазып кетіңіздер. Кім қайсыны оқып жатыр? Есімдеріңіз кім? Қай пән таңдап жатсыздар? Жазып кетіңіздер. Нағыз оты басталды, білесіздер, иә? Соған сәйкес қосымша пайдалы білім болсын деп, қосымша эфир болсын деп осындай жасағалы жатырмыз. Сондықтан да давайте баршаңызға пайдалы болады деген үміттемін. Және де әр эфирді, әрбір сұрақты жіті қадағалап, жібермей, дұрыс жауаптан скриндап алып, немесе белгілеп алып, жазып алып отырыңыздар. Соңында бірге көретін боламыз. Жақсы ма? Ендеше кеттік. Давайте лайк бассаңыздар, давайте 100 лайкқа барып тастаңыздар. Кеттік ал. Так. Менің тестім көрініп тұр ма? Сет шамалы болып тұр ма? Так, құрметті оқушылар, кеттік ал. Бірінші сұрақ: биогеография ғылымының
не ол? Биология мен географияның қосындысы ма? Ағзалардың бір қалдықтарын, ішкі бөліктерін зерттейтін ғылым емес, ол биология, иә. Біздер әрине тірі ағзаларды зерттейміз, адамдарды, халықтарды, яғни иә, жануарларды, өсімдіктерді. Бірақ біз географиялық тұрғыдан айтамыз. То есть географиялық таралуын айтатын боламыз. То есть оны біз
ағзалардың қалдықтары ма, жер бедерінің түрлері ма, немесе ауа райының өзгерістері ма? Мына жерде қатып қалып жатыр кішкене, иә? Что-то қатып қалып жатыр. Бұл жерде білесіздер, иә, енді А варианты болады, тірі ағзалардың таралуы себебі, енді мысалы өсімдік жануарлардың географиялық таралу зерттейміз, иә, енді мысалы экваторлықта қандай жануар өсімдік өседі, немесе қоңыржайда, немесе тропикте деген сияқты әрқайсысының атаулары бар, и соны біз зерттейміз. Так, келесі сұрақ. Кеттік ал. Суретте көрсетілген модель түрі қалай ойлайсыз? Давайте жазып кетіңдер комментарийге. Мына модель жер шары халқының белгілі бір өсу бойынша көрсетіп қойған әр жылдағысы, и бұл нені білдіреді, және ол қандай бір мына ақпаратты, енді жер халқының өсу деген ақпаратты қалай беріп тұр сіздерге, не арқылы беріп тұр, жазып кетіңіздер, және мынаның ішінде қайсысы келеді. Комментарийді мен мындан көре салайын, иә? Әлде көре алмайын ба? Или былай көре салам. Так, қайсысы болады? А дейді. А бола ма не? Давай жазып кетіңдер. Жазып кетіңіздер. Айтпақшы, біздің ұйықтап қалатын болсаңыздар, біздің телеграм каналы бар. Телеграм каналға қосылып алыңдар. Профильде сілтемесі тұр. Если сілтемесі ашылмаған болса, жекеге телеграм деп жазып кетсеңіздер, сізді қосам. Жабық каналға қосылатын боласыздар. Бұл жерде не істейсіздер? Күнделікті осындай сұрақтарды, сливтарды біз қосып отыратын боламыз, и сізді осыны көре аласыз. Мысалы, сіз қатыса алмай қалсаңыз, дәл осы сұрақтарды скрин түрін көре аласыз, и дұрыс жауаптарын да көре аласыз ол жерде. Сондықтан да, егер қосылмаған болсаңыздар, біздің телеграм каналымызға қосылып қойыңыздар. Кеттік ендеше. Енді бұл жерде не болады? Бұл жерде өте оңай, иә? Мынау мысалы математикалық әдіс па бұл? Бұл жерде ешқандай бір формулалық бір не жоқ та, мысалы рангтер жіктеу деген болса, ол формулалық әдісі, иә? Ол дұрыс болмайды, мысалы. Вербальді ма? Вербальді дегенімізде бұл белгілі бір нысан немесе құбылыстарды ауызша немесе жазбаша сипаттау. Бұл дұрыс емес. Бұл кестелік па? Яғни кесте түрінде беріп тұр ма сіздерге? Жоқ, кесте емес, иә? Бұл белгілі бір өсу реттілігін белгілі бір графикті сызба ретінде беріліп тұр. То есть бұл графикалық модель болып табылады. Құрметті оқушылар, жаттап алыңдар, сақтап алыңдар, және телеграмға қосылып алыңдар. Келесі сұрақ. Оппа, не деген сұрақ мына жерде? Картада екі санмен көрсетілген географиялық нысан дейді. Давай жазып кетіңіздер. Мына жерде 1-ден 9-10-ға дейінгі нысандар тұр екен. Кім біледі? Давайте дұрыс жауап айтыңдар. Үші одан бөлек 1 осы, 2 осы, 3 осы деп қосымша білімдерің болса жазып кетіңіздер. Иә, кім мықты екен қарап жіберейік. Кім географиялық номенклатураны жақсы біледі? Давай жазып кетіңдер. Сетіңіз ұстамай тұр дейді. Ой, сол офистан проблема болып тұр. Бұйырса дейді, жаңа бір орында бұдан да мықты қып өтетін боламыз, и жаңа бір көбірек өтетін боламыз. То есть қайсысы болады? Жазып кетіңіздер. Давайте. Жазамыз. Так. Так, 1 деген сан, бұл декан үстірті ма? Декан емес, иә? Декан деген бұл қайсысы? Мына 10 деген сан, бұл декан емес. Бұл Амазонка ойпаты ма? Амазонка ойпаты дұрыс емес, бұл Амазонка деген ол 1 деген санда тұр, иә? Бұл шығыс Еуропа жазығы ма? Әйне шығыс Еуропа жазығы, міне 2 санмен тұрған бұл шығыс Еуропа жазығы, және оның оңтүстік батыс бөлігі біздің қаласынан кіреді, бірақ оңтүстік шығыс бөлігі бірақ біздің қаласының батысында. Дұрыс, бұл шығыс Еуропа. Ал ол жазықтар ол жерде 6 деген санда тұр екен. Келсеңіз ба? Айтпақшы, келіспесеңдер жазып отырыңыздар. Менің ойымша бұлай деп ойларыңызды білдіріп, өте жақсы ол нәрсе. Так, сандық картадағы синтаксистік ақпарат дейді. Бұл сандық карта деген тақырып бар. Бұл 11 сыныптың тақырыбы, өте бір жаман тақырыптардың бірі айтсам болады. Түкке қажет жоқ. Но программада бар, ОТО спецификасында бар, болғаннан кейін картография бөлімінде оқимыз бұны. Енді қараңдар, құрметті оқушылар, бұл жерде сандық картада бірнеше ақпараттар бар. Өлшемді ақпарат, құрылымдық, семантикалық, синтаксистік, жалпы деген бірнеше ақпараттар бар. И бұның ішінде қайсысы синтаксистік ақпарат деп сұрап деген, иә? Синтаксистік. Координата болса, енді бір өлшеу деген бағыт қой, иә? Бұл шамамен өлшемдік немесе метрикалық ақпарат болуы мүмкін. Жер атауларының тарихы дейді. Тарихы.
тарихы болмайды ау. Бұл семантика ақпарат болуы мүмкін, или там вообще жалпы ақпарат болса мүмкін. Суаяқтан су жату бағыт дейді. Анда орман, жайылым, суайық деген бір болды ау деп шатыспасам. Осы болып қалуы мүмкін. Да, елді мекеннің орналасуы дейді. Елді мекеннің орналасуы шатыспасам болмайды бұл да. Бұл да болмайды. То есть бұл жерде суайықтан жату бағыт деп ойлаймын. Егер қолдарыңызда кітап болса, қарай қойыңыздар. Менің нұсқамды нақтылап, қолдарыңызда 11-шінің кітабы болса, 11 оқисыздар ғой. Қарай қойыңдар. Бұл картография бөлімі. Бірақ менің ойымша осы болады деп ойлаймын. Келісесіздер ма? Кім келіседі, кім келіспейді, жазып кетіңіздер. Кім келіседі, кім келіспейді, жазып кетіңіздер. Давайте. Кеттік ал. Біздің телеграм каналға қосылып қойдыңыздар ма? Қосылып қойыңыздар. Профильді сілтемесі тұры тегін күнделікті сұрақтар шығып отырады, тез көріп отырасыздар. Сондықтан да давайте. Енді эфирлер көп бола бермейді ғой, менде энергиям бітеді деген секілді. Сол себепті ал жаңағыдай телеграм каналда күнделікті шығып отырады и күнделікті қарап отырасың. Еще сен нағыз ұлы тапсырасыздар, келесі жыл тапсырасыздар, енді білмеймін қайсысын оқисыздар. Запись ешнәрсе болмайды, сақталмайды бұл эфир и тек қана телеграмда ғана көре аласыздар сұрақтарды. Телеграмға қалап отырамын, маңызды сұрақтарды, сондан қосылып алыңдар. Так, келесі сұрақ. Әлемдік дейді? Экологиялық із дейді, иә? Ол не экология дейміз? Бұл адамның табиғатқа күшіру көрсеткіші. Адам табиғаттың ресурсын көбірек пайдаланса, соғұрлым оның табиғатқа түсетін көрсеткіші жоғары деген сөз. 40%-ын құрайтын елдер кіретін ұйым дейді. Енді нәтижеде не бар? МАГАТЭ берген БРИКС, ТМД, ОДКБ енді яғни дұрыс емес, енді ол біз оқышы не ғой? Біздің Қазақстан, Ресей деген сияқты. Бұл жерде бұл жерде менің ойынша экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы. Негізі экологиялық іс жоғары елдер, олар шатыспасам ақш, Канада сияқты мемлекеттер ғой, яғни иә. Бірақ БРИКС деген ұйым бар, бұл не деген сөз? Бұл бастапқы әріптерін білдіреді. Елдердің Б Бразилия, Р Ресей, И Индия, К Китай, С Солтүстік Африка, енді то есть ағылшынша жазылған негізінде жерде. Оңтүстік Африка ОАР, то есть иә, осы БРИКС ұйымы осыған мүше, то есть кітапта осы вариант бар жазылған. Ол кішкентай ғана ақпараттар, еще кішкентай ғана ақпарат жазылған. Ойланыш, уже ұбт сұрақтары солай келеді да, мұны әшейін бір үлкен жауапта беріп қоя салмайды, анықтама дегендей. Осындай маңызды элементтерді сұрайды да, құрметті оқушылар. Жаттадыңдар ма? Скриндадыңдар ма? Давайте. Үлгермесеңдер, жаңадан қосылған болсаңыздар, давайте телеграмға қосылып алыңдар. Телеграмға профильде тұр, и сол жерден толыққан ақпараттарды береміз, и осының барлығы жазылып тұрады. Так, келесі сұрақ. Давайте. Өз варианттарын жазып кетіңіздер, қалай деп ойлайсыздар? Қыста арктикалық, жазда қоңыржай ауа массасы әсер ететін климаттық белдеу. Қайсысы болады? Так, бұл жерде Арктика мен қоңыржайдың ортасында тұр деген сөз. То есть бұл не? Әрине субқоңыржай деген нәрсе жоқ қой. Әрине не болады? Субарктика болады, иә. Қыста арктикалық әсер еткеннен кейін қыста суық, ылғалы аз болады, жазда қоңыржай әсер еткеннен кейін әрине жазда кішкене жылдар сәл ылғалдырақ болуы мүмкін. Бұл әрине субарктика, иә. Қазіргі Исландия, Норвегияның солтүстігі, Ресейдің солтүстік бөліктерінің барлығы осы субарктикаға кіреді. Түсіндік па? Әйгерім, Мери түсіндік ба? Мансұр түсіндік ба? Мақсат түсіндік ба? Ибрагим түсіндік ба? Давайте сыныптастар чатының бар ма сізде? Кімде сыныптастар чаты бар? Давайте осы эфир сілтемен жеп тастаңыздар. Осы эфирдің сілтемен жеп тастаңыздар. Жеп тастайтын болсаңдар, онда полный сұрақтарды салатын боламын телеграмға. Давайте. Эфирді 100 адамға толтырайық. Эфирді 100 адамға толтырайық. Лайк басайық. Давайте лайк басайық. Мынандай тегін ақпараттарды сізге беріп жатырмыз, прям талдап жатырмыз, бүкіл энергиямызды беріп жатырмыз. Соған сай сіздерді бірге қолдап жаңа ақпараттарды алуға асықсаңыздар. Ендеше кеттік. Давайте сыныптастар чатынан жіберіңіздер. Келесі сұрақты талдайтын боламыз. Келесі сұрақ, 7-ші сұрақ бізде. Жасанды көл дейді. Сарқырама, ойыс, канал, су қойма. Сарқырама енді әрине судың құлабағы ол дұрыс емес. Ойыс жай ғана ойыс енді жасанды көл өтен ғой, енді су ақса көл, бірақ жасанды болмайды. Канал деген жасанды өзен, иә, қолдан қазылған өзен, канал. Су қойма, әрине су қойма, түсінікті нәрсе, бөген, иә, бұл дұрыс вариант болады деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Давайте жазып кетіңіздер комментарийге. Сіздердің ойларыңыз бірдей ма менімен, әлде бірдей емес па? Претензия бар ма? Жазып кетіңдер. Келесі сұрақ. Вернадский деген ғалым бар, білесіздер, биосфера тақырыбында, енді кім еді? Зеус енгізді биосфераны, бірақ ол жерде басқа бір ақпараттарды айтқан, ол кім? Вернадский деген ғалым, иә. Ол 3 түрлі аймаққа бөлді, дүние жүзінде тіршілік дүниесін 3-ке бөлді. Жалпы дүние жүзіндегі тірі ағзаларды бөлді, то есть. Тірі ағза деп қоймын, вообще биосфераны бөлді, то есть. И соның ішінде планетадағы бүкіл тірі организмдер жиынтығы. Ол кім? Ол адам,
Ол жануар, ол өсімдік. Және осының барлығы Венацкий бойынша не? Биоген зат па? Биокост зат па? Абиоген зат па? Биокост зат па? Тірі зат па? Әрине тірі зат. Бірақ Венацкий бойынша үшке бөлінеді. Ол бірінші тірі заттар, тірі организмдер, олар түсінікті нәрсе, иә. И олардың қалдықтары, мысалы біздің адамның өлгеннен кейін қалдықтары, жануарларды өсімдіктердің қалдықтары, ол неге белгілі бір минералды ресурсқа айналады, иә. Мысалы теңіз жәндіктері борға айналады, мысалы ағаштар көмірге айналады деген секілді, иә, белгілі бір ресурсқа айналады ғой. То есть оны біз не дейміз? Венацкий бойынша биогенді деп атаймыз. Ал биокост дейміз уже одан кейінгі уже жарамсыз болып қалады, топырақ, тас, әшейін бір магмалық емес метаморф жыныс болып қалады ғой. Ол не? Ол биокосты. Түсіндір ма? Жалпы сізге ұнап жатыр ма? Эфир жалпы ұнап жатыр ма? Тез сөйлеп жатыр ма, әлде жай сөйлеп жатыр ма? Просто көптеген оқушылар маған айтады, ағай, тез сөйлейсіз дейді. Бірақ тез айтқан ұнайды дейді, жай айтпаңызшы дейді, созбаңыз дейді, тез айтыңыз дейді. Мен тез сөйлеймін, әрине, базар жоқ. Бірақ тез талдап жатырмын да қазір. Көпшіліктің ұсынысы бойынша, себебі бір сұрақты талдап отыра берсек іш пысып кетеді адамдар. Давайшы келесі сұрақты көрейік. Екінші сұрақты, одан кейін сұрақ қызық болады, ең соңында итог қызық болады деген секілді. Барынша тез талдап жатырмын, бірақ тез мынау А, мынау Б болады демей, не істеп жатырмын сіздерге кішкене обоснование беріп жатырмын, түсіндіріп жатырмын. Сәйкесінше енді ақпараттар жазып алу мүмкіншіліктерім бар. Жазып алыңдар, құрметті оқушылар. Жер бетінде тіршіліктің ең жоғарғы тарау шекарасы. То есть биосфераның жоғарғы шекарасы, иә. Тіршілік деген не? Организмдер, иә. Адам, өсімдік, жануар, құстар, міне барлығы. Міне жоғарыдан максимал жоғарыда кімдер өмір сүруі мүмкін? Құстар ма? Әлде белгілі бір микроорганизмдер ма? И олардың шекарасы қай жерге дейін барады? Әрине ол стратосфера қабатының, енді атмосфераның екінші қабаты бар, стратосфера қабаты. Сол стратосфера қабатының ішінде озон қабаты деген нәрсе бар. Озон қабаты білесіздер, иә, енді оның белгілі бір функциясы бар. Күннен келетін ультрафиолет сәулені қорғайды, и одан кейінгі қабаттар әрине күйіп кетеді, сәйкесінше ол максимум шекарасы болып саналады. Түсіндіңіздер ғой, иә? Озон қабатынан кейін ауа бар, бірақ тіршілік жоқ. Озон қабатына дейін тіршілік бар. Енді тіршіліктің ең жоғарғы максималды шекарасы сол. Ал ең төмен шекарасы ол жер қыртысының жоғарғы бөлігі, иә? Шамамен жер қыртысының бір 3 километрге дейін төмен түссең, ары қарай тіршілік жоқ уже болды. 3 километрге дейін болуы мүмкін енді. Майда ағзалар, анау-мынау. Түсіндік па? Ендеше кеттік, келесі сұрақ. Көміртек тотығымен ластанған облыс орталығы дейді. Жалпы көміртек тотығы деген нәрсе бар. Жалпы аммиак, көміртек тотығы, азот тотығы, күкірт сутек деген нәрселер бар. Енді бір бәлелер бар да, сондай жыным келеді. Вообще бір әшейін жаттап алатын нәрсе ғой, бір мағынасы жоқ, жаттап алсын просто болды. Ол Омерсонның кітабында. Енді бұл жерде теміртау болмайды, аммиак бұл, иә, теміртау. Екібастұз болады ғой. Екібастұз болады. Балқаш болмайды, бұл балқаш азоттан ластанған ғой, қатыспасам, азот. Ақтөбе дейді. Азот та болады ғой. То есть екеуін біреуі да, азот, екібастұз. Облыс орталығы деп тұр ғой. То есть қандай көрме, уже логикалық сұрақ көрдіңіздер ма? То есть бұл жерде Ақтөбе болады. То есть негізінде екібастұзда кіреді, Ақтөбеде кіреді. Бірақ сұрақ қандай? Ластанған болу керек, еще сол көміртекпен, еще ол облыс орталығы болу керек. Әрине екібастұз облыс орталығы емес, иә, енді Павлодар облысында екібастұз ол Павлодар қаласына қарайды деген секілді. Бұл Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы. Келісеміз ба, келіспейміз ба? Қатып жатыр дейді. Что-то қатып тұр, иә? Неге атып тұр дейді. Сет шамалы болып тұр. Не істейміз? Үйге барып өтсем шум бола ма деп ойлап тұрмын да, офисқа өтіп тұрмын. Үйге барып өтсем де болады, есте күтіп алсаңдар, брайын, давайте. Шығып қайта кірсіңдер. Давайте, қолдай. Кеттік ал. Келесі сұрақ. Итальян тілі жататын тіл тобы. Итальян тілі кіретін тіл тобы қандай? Итальян тілі. Бұл білесіздер, иә? Негізгі тіл, қатыспасам, бұл роман тіл тобына кіреді. Үнді Еуропа тіл семьясы, оның ішінде роман тіл тобы бар. Роман тілін білесіздер ғой, иә? Үлкен тіл топтарының бірі. Оның ішінде итальян, испан, каталон, француз, румын, молдаван тілдері кіреді.
дұрыс вариант. Герман тіл тобы жатпайды, оған неміс, ағылшын, дат, швед, исланд, ирланд барлығы кіреді. Ирланд кірмейді. Одан кейін славян тіл тобы, орыс, украин, белорус, анау мынау, поляк, чех, словак, серб барлығы кіреді. Оның ішіне балтық енді білесіздер, латышты, литвалықтар кіреді, екеуі кіреді. Бұл дұрыс емес. Келесі, картада берілген елдердің ішіндегі ең ірі ислам мемлекеті. Енді бұл жасыл болып боялып тұрған, әрине бұл Индонезия елі. Енді мынау Филиппин, мына жерде Малайзия бар, мына жерде Таиланд бар. 300 миллионнан астам, 320-330 миллион халық бар. Соның ішінде 50%, 60 миллионнан астамы мұсылмандар. Яғни біз ойлаймыз да Арабияда мұсылмандар көп, Түркияда көп деп ойлаймыз. Бірақ ең ірі ислам мемлекеті кім? Индонезия. Себебі 320 миллионның жартысы, 160 миллион халқы мұсылмандар. Таңғаларлық ба? Так, келесі сұрақ. Берілген карта бойынша халқы ең аз облыстың халық санының үлесін есептеңіз дейді. Енді бұл математикалық әдіс қой, пропорция әдісі. Давайте мен есептемей ақ қой, сіздер есептей салыңыздар. Жалпы халық саны 100% деп аласыздар. Мына 19 миллион 879 мың адамды 100% деп аласыздар. Сөйтіп ең аз Ұлытау. Ұлытауда 221.823 мың адам. Осынан есейсіздер X деп аласыздар. Сөйтіп 223 мың адамды 100-ге көбейтіп 19 миллионға бөлесіздер. Енді онан 20 миллионды есептейтін болсақ, 20 миллион. Мұнау 200 мың болатын болса, значит 2% емес пе сондағы да? Логика ойлайтын болсақ. Солай ма? 1% болмайды, 1% болмайды, 2% болу керек қой да. Халқы ең аз облыстың халық санының үлесін табыңыз дейді. 200-нан да аз 100 мың деген бар ма не? Жоқ қондай. 2% болмай ма? Енді 1,9, 1,8 болып тұр ма? Да? Сондай бір бәле болып тұр ғой енді. Так, ладно, көбейте сайыншы. 221.823 823 көбейтемін 100-ге, 290 бөлемін 19 миллион 879 003 1,1. Бір-ақ пайыз екен ғой? Даже 1% екен. Базар жоқ. Даже 1% болып тұр ма не? Базар жоқ. Мен не айтып тұрмын? 2% деп тұрмын ба? 1% ғой, 1% ғой. Так. Енді сол 1% қалғандар келмейді енді. Келесі сұрақ. Дамыған елдердегі халық санының күрт кемуі. Халық саны азайса не деп аталады? Депопуляция. Популяция көбею, де керісінше. Мысалы, Жапонияда халық саны азая батыр, Францияда, Ресейде, енді ладно, дамыған демей, Германия деген секілді, бірақ әрине оларда механикалық өсімдер бар, көшіп келушілер көп, бірақ халықтың табиғи өсімі аз да, табиғи өсімі. Оны біз не дейміз? Демографиялық дағдарыс атаймыз. Дағдарыс. Егер күрт өсу болса, ол жарылыс болады. Ал күрт кему болса, ол не болады? Дағдарыс болады. Міне. Шатастырып алмаңдар, Мысалы, Қытай, Үндістан, олар дағдарыс, жарылыс олар. Сарқылмайтын табиғат ресурсының түрі дейді. Сарқылмайтын табиғат ресурсының түрі қандай? Сарқылмайды, жалпы ресурстар екіге бөлінеді, сарқылмайды. То есть ол не деген сөз? Бітетін, бітпейтін деген секілді ғой. Мынаны бір пайдалансаң бітпейді, біреуін пайдалансаң бітеді деген секілді. Бітпейтін ресурс не ол? Оны пайдалансаң вообще бітпейді. Өзіңді пайдалансаң біте ма? Бітеді. Бітіп қалады ғой, бірақ қалпына келеді ол. Бітіп қалпына келеді ресурс ол. Мұнай біте ма? Бітеді. Еще қалпына келмейді ол. Қалпына келмейді. То есть вообще нәрсе. Жел болады ғой. Желді беті алдың, желдің энергиясын. Бітіп қалды ма жел? Жоқ, соға береді ол. Күннің энергиясы, желдің энергиясы ол сарқылмайды. Түсіндір ма? Экономикалық инфрақұрылымның негізгі элементтері. Қалай ойлайсыздар? Туризм, сауда, қара және түсті металлургия, көл және байланыс, тігін және тоқыма өнеркәсібі дейді. Инфрақұрылым деген не ол? Ол құрылыс емес па, Құрылыс, Құрылыс па? Инфрақұрылым деген қала ғой да?
көлік және байланыс не қара және түсті металлургия екеуінің біреуі. Қайсысы деп ойлайсыздар? Менің ойымша көлік және байланыс деп ойлаймын. Қалалардың негізгі элементтері байланыс және қала. Түсті металлургия. Түсті металлургия ол жалпы машина жасаудың шикізаты. Менің ойымша көлік және байланыс. Сіздер қалай ойлайсыздар? Көлік және дейді. Просто не үшін сұраймын? Алдында өзім геомақсат талдаймын ғой, өзім оқушыларыма талдаймын да. Талдаған кезде осылай талдаймын да. Bir кезде 48 аламын, bir кезде 49 аламын, bir кезде 50 аламын, алдында 50 алдым. Осы санап отырамын да. Bir кезде менікі қате болып кетеді ғой. Сосын ағай тыңдамайсыз дейді да мені. Мен кейде оқушым тыңдамай өзіме салынып кетемін ғой. Менің ойымша осы интуициям бойынша. И ол қате болып шығады ғой. Сосын оқушым айтады да енді, ағай біз тыңдаңызшы деп, сосын сені тыңдағым келіп жатыр да. Тыңдағым келіп жатыр. Давайте жазып кетіңдер, если қате болса айтып отырыңыздар. Да, кеттік келесі сұрақ. Гейзерлер мен танымал қазіргі Жанартау атқылауы жүріп жатқан аймақ дейді. Аймақ деп тұр да? Ел ме аймақ па? Аймақ деп тұр. Отты жері арал дейді. Отты жері аралының Жанартаулар әрине жақындау, жоқ деп ойлаймын бұл жерде. Исландия аралы әрине дұрыс болады мына жерде. Скандинавия түбегінде жоқ, Пеней түбегінде жоқ қой. Отты жерде болып қалуы мүмкін, бірақ мына жерде енді Исландия точно дұрыс болады. Прям дұрыс болады Исландия. Білесіздер, иә? Метаморф тау жынысы дейді. Метаморф сөзінің мағынасы өзгеру деп мағынаны білдіреді. Бұл дегеніміз шөгінді немесе магмалық тау жыныстарының химиялық құрамы өзгерсе, ол метаморф тау жынысына айналады. Олар өзі азақ өзі, иә, кітапта берген тоже азақ. Бұл жерде қайсысы болады деп ойлайсыздар? Пемза базальт. Бұл магмалықтың ішіндегі эффузивті магмалық тау жыныстары. Гранит габро. Бұл тоже магмалық тау жынысы, оның ішіндегі интрузивті магмалық тау жыныстары. Жанартаудың ішіне алып қойғандары базальт жанартаудың ішінен шыққандары, иә, ағып шыққандары. Гнейс кварц дейді. Бұл дұрыс болады. Обсидиан туф тоже бұл да магмалықтың ішіндегі эффузивті. Гнейс деген не? Негізі гнейс деген ол гранит қой, магмалық тау жынысы. Бірақ ол гранит ұзақ уақыт бойы тұрып, оның химиялық құрамы өзгерсе, не айналады? Гнейске айналады. Кварцит деген негізі құмтас. Құмтас деген құм деген не? Ол шөгін тау жынысы ғой, иә? Шөгін тау жынысы құмтас деген ұзақ уақыт бойы тұрып не айналады? Құмтас тас болып, одан әрі қарай химиялық құрамы өзгеріп, не айналады? Кварцитке айналады. Кварцит ол не? Метаморф тау жынысы. Жаттап алыңдар. Одан бөлек бізде мәрмәр деген вариант болуы мүмкін. Сосын кристалды татас деген вариант болуы мүмкін, иә? Мен 4 метаморф тау жынысы бар. Барлығын жазып жаттаймыз. Бұл варианттар вообще қалмайды вообще тау жыныстардың тақырып. Жаттап алыңдар. Так, келесі сұрақ. Аумағы үлкен елдерде әлде де өндірісі орналастырудағы шешуші фактор дейді. Мысалы кімдер? Біздің Қазақстан, Ресей, Аустралия деген мемлекеттер, иә? Осындай елдерде өндіріс деген, мысалы машина жасау зауыттары, или там тамақ өнеркәсібі, ладно, тамақ демеймін, тамақ тұтынушыға жақын ғой. Кез келген бір өндіріс орындары, иә? Там металлургия болсын, химия өнеркәсібі болсын, мұнай жасау болсын. Негізгі фактор не? Теңіздің маңы, көлік, климат, ғылым. Мен ойынша көлік деп ойлаймын. Себебі бұл жерде ключевой сөз не? Аумағы үлкен деп тұр да. Аумағы үлкен деген жерде не бар? Бір-бірімен байланыс жасау керек қой. Көлік маңызы да. Тасып алып кету үшін. Мен ойынша осы. Сіздер қалай ойлайсыздар? Давай жазып кетіңдер ойларыңды. Ай, осы нұсқалардың бәрі сақтала ма дейді. Сақталмайды. Сақталмайды эфир. Сақталмайды қарақат. Жаным-ау. Лайк басамыз. Давайте лайк басамыз. Лайк басайық. Кеттік ал. Келесі сұрақты көшеміз. Көкарал су бөгетінің салыну себебі дейді. Көкарал су бөгетінің салыну себебі қандай? Қалай ойлайсыздар? Скринде отырайыншы, мен ана группа, телеграм каналға салам. Телеграмға қосылып алыңдар, құрметті оқушылар. Қазір телеграм каналға салатын болам. Кім қатыса алмай қалды, кім басынан қатыса алмай қалды. Не істеңдер? Телеграмға қосылып алыңдар.
Так. Скриндап аттым бәрін. Что как? Телеграмның қайдан екенін білмей жатсыңдар, профильде сілтемесі тұр. Немесе осы жекеге жазғанда сілтеме ашылмаса, жекеге телеграм жазып кетіңдер, мен сізге сілтемесін жіберемін сразу. Проблема емес, жабық канал, толыққанды қарайсыздар. Ол сұраққа салып қоямын қазір. Көкарал деген не? Сырдария өзеніндегі бөген, иә? Білесіздер, енді ол жерде Сырдария өзенінің аралға құятын жеріне салынды. Аралдың суын реттеу деп ойлаймын менің ойымша. Енді ауыл шаруашылық жақта бір қатты дамыған айта алмаймыз енді. Аралда өнеркәсіп жақта жоқ, шу қатысы дұрыс емес. Енді менің ойымша Арал теңізінің суын реттеу. Енді Аралды үлкен аралды құтқара алмайтын белгілі, иә, одан уже үміт жоқ. Бірақ кіші аралды сақтап қалуға болады ғой, иә? Сол үшін жасады соны. Менің ойымша сол үшін су бөгені салынды. Келесі, Венацкий бойынша биосфераның төменгі шекарасы шектеулі болу себебі дейді. Қандай? Бағана айтып кеттік, иә? Жоғарғы шекара не деп айттым? Озон қабаты деп айттым, иә? Тіршіліктің жоғарғы шекарасы озон қабаты. Төменгі шекарасы не? Төменгі шекарасы қатты төмен емес, иә? Бір жердің бетінен 3,5 километрге дейін уже тіршілік бар. Ағай шекарасы тіршілік жоқ. Неге ол шектеулі? Неге ядроға шейін тіршілік болмайды? Себеп не? Себеп бір, ол не? Температура құлайсыз. То есть арға төмен түскеннен уже 1000 градустан жоғары да. Түсіндір ма? Озон қабаты дұрыс болмайды, минерал қоспалар дұрыс болмайды, ультрафиолет дұрыс болмайды. Бұл жерде температура. Ал егер жоғары қабатының шектеулі болу себебі болса, бұл ультрафиолет болатын еді, иә? Бұл жерде төмен қабат болғаннан кейін температура болады. Сақтап алдыңдар ма, сақтап алмадыңдар ма? Біздікілер қадалып жатыр, қорқытып дейді. Уайымдама, қадалмайсың. Главное, сен қорқып айналып жатсың. Дүниежүзілік шаруашылықтың екі бөлікті моделі дейді. Дүниежүзілік шаруашылықтың екі бөлікті моделі дейді. Қандай? Екі бөлікті моделі. Екі бөлікті моделі қандай? Екі бөлікті моделі қандай? Жалпы негізі екі бөлікті, үш бөлікті, жаңаш бөлікті және көп бөлікті модель деген нәрсе бар. Бұл жерде екі бөлікті емес, енді солтүстік және оңтүстік болады, иә? Солтүстік және оңтүстік, яғни экватор сызығының солтүстігінен көбінесе дамыған деп қарастырады, көбінесе экватор сызығының оңтүстік нүктелерінің барлығы көбінесе дамушы деп қарастырады. Жалпылама пікір ол негізі. Түсіндір ғой, иә? Келесі сұрақты алдаймыз. Мынанда сол скринда басайын, иә, қазір группаға. Келесі сұрақ, жүкті тоқтаусыз жеткізетін көлік түрі қандай? Қалай ойлайсыздар? Тоқтамайтын көлік түрі қандай? Мансұр, қалай ойлайсыздар? Тоқтамайтын көлік түрі қандай? Мына сұрақтардың барлығын телеграмға салам. Телеграмға қосылып қойыңыздар, құрметті оқушылар. Телеграмға қосылып алыңыздар. Қалай ойлайсыздар? Жүкті тоқтаусыз жеткізетін көлік түрі қандай? Кім айтады? Құбыр дейді. Талдап көрейік. Су жолы кеме тоқтай ма? Тоқтайды, станцияларға. Темір жол тоқтай ма? Тоқтайды. Автожол тоқтай ма? Тоқтайды, тоқтайды ғой енді. Құбыр жолы тоқтамайды, то есть дұрыс жауап болса. Жаһандық қаржы орталығына айналған ақш-тың қаласы қандай? Жаһандық қаржы орталығына айналған ақш-тың қаласы. Чикаго, Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон. Әрине Нью-Йорк деп ойлаймын, иә, қаржы орталығы. Чикагода болады, но бұл жерде енді Нью-Йорк болады деп ойлаймын. Чикагода бар негізі. Чикагода бар екен негізі, иә. Бірақ қаржы деген жерде Нью-Йорк болып қалады шығар.
Давайте сіздер қалай ойлайсыздар, жазып кетіңдер. Келіспесеңдер айтыңдар. Өнім мен қызмет түрлерін көбейтіп, өндірістің жаңа салаларын ашуға бағытталған саясат қандай болады? Давайте жазып кетіңдер. Саясат. Өнім мен қызмет түрлерін көбейтіп, өндірістің жаңа салаларын ашуға бағытталған саясат қандай? Саясат. Қалай ойлайсыздар? Өнім мен қызмет түрлерін көбейтіп, өндірістің жаңа салаларын ашуға бағытталған саясат қандай? Кооперативтендіру деген вариант бар екен, иә? Ол не? Бұл бір дайын өнім жасап шығару үшін бірнеше өндіріс салалардың бірігуі. Мысалы, машина деген дайын өнім бар. Оны жасау үшін не керек? Металлургия жасанан, қара және түсті металлургиядан металл керек, темір керек. Мақта мата зауытынан орнықтар керек, білесіздер, иә? Химия зауытынан бояу керек, шина зауытынан дөңгелек керек. Тағы не бар? Айна зауытынан, әйнек зауытынан әйнек керек деген секілді, иә? Яғни бір дайын өнім жасап шығару үшін бірнеше кішкентай өндіріс орындарының бірігуін дейміз кооперативтендіру атаймыз. Бірақ бұл вариант дұрыс емес. Әр тараптандыру деген вариант дұрыс болады деп ойлаймын, менің ойымша. Шоғырландыру деген дұрыс болмайды, менің дұрыс болмайды. Менің ойымша осы вариант секілді. Интуиция сол атап тұр да енді. Осы вариантта келмей сияқты менің ойымша. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздер қалай ойлайсыздар? В дейді. В болса В, давай. Келесі сұрақ. Кеттік ал. Еуропаның түбектік елдер дейді. Өте күшті сұрақ. Мұны негізі контекст нәрсе баяғыдан бар нәрсе. Менің кезімде бар. Мен 2016 жылы бітірдім. Мен 2012 жылы кітаптарын оқыдым ғой. Сол кезде бар контекст қой, карта ғой. Еуропаның көлемі 10 миллион дейді, мынау дейді, Скандинавия, Пиреней, Апеннин, Балқан түбектері бар дейді. Скандинавия түбегіне кіретін аймақ. Скандинавия түбегі мынау, ол түсі қандай мына, солтүстік Еуропаны білдіреді, иә? Солтүстік Еуропа. Скандинавия түбегінде білесіздер, иә? 3-ақ ел бар: Финляндия, Швеция, Норвегия. Жалпы солтүстік Еуропада 5-ақ ел бар. Оның біреуі Ютландия, одан кейін Исландия, қалған осы үшеуі. Ютландия түбегін жазбай кетіпті, Ютландия түбегі оның өзі, Данияны айтпай кетіпті, Данияның өзі Ютландия ғой. Бірақ оны жазбапты мына жерге. Келесі сұрақты талдаймыз. Апеннин түбегінде орналасқан ел. Апеннин деген ол мынау, иә? Италия мемлекеті, оңтүстік Еуропа. Ол Италия. Норвегиядағы артасты жағалары бар елдердің жағалары бар шығанақтарды біз не дейміз? Тар шығанақтарды міне жазылып тұр, міне. Оны біздер фьорд атаймыз, иә? Жазылмаған ба? Өзінің тар шығанақтары бар деген. Ладно, жазылмаған екен. Бұл фьордтар болады. Фьорд. Я меандр деген не? Меандр дегеніміз білесіздер, иә? Өзеннің иіліңдеп ағуы. Былай ағады бір өзенде болады, білесіз бе? Ол неғылым ескілікті білдіреді. Неғылым кәрі өзенде осылай иіліңдей береді, иә? Ерініп ағады, ерініп. Баяғыдан барып жүрген жерім ғой деген сияқты. Каньон деген нәрсе бар. Бұл енді шатқал. Бұл негізі өзен тоже, бірақ жер көтерілген жерде өзен тартылып қалсын деді, өзеннің орнына қалған. Мысалы Шам каньоны негізі өзеннің орнында бір кеуіп қалған. Морена бұл таудағы мұздықтардың төмен қарай сырғып, сол сырып кезінде, мысалы бір нәрсені сырған кезде аяғынан табаннан тас домалайды ғой. Сол тастарын домаланып келіп, өңделген жыныстар ғой, енді тау жыныстары. Фьорд дұрыс жауап болады. Жаттап алыңдар. Мына скринда болайын, иә? Скринда болайын. Ой, Италия. Келесі сұрақ. Еуропаның түбектік елдерінің экожының атышылығы дейді. Түбектік елдер, мысалы, мына Италия, Испания, Португалия, Норвегия, Швеция, бәрі неге не нәрсеге атышылығы бар? Табиғи өсу коэффициентінің жоғарылығы дейді. Жоқ, дамыған елдер болғаннан кейін табиғи өсім төмен. Туризм әлеуетінің жоғарылығы дейді. Туризм жоғары, иә, туризм жоғары. Аумағы үлкен, ресурстық әлеуеті күшті дейді. Жоқ, аумағы үлкен, біздің Ресей, Қазақстан, Қытай, Аустралия, иә. Дүние діндерінің пайда болу ошағы дейді. Жоқ, діннің пайда болу ошағы, мысалы, Израиль, Үндістан, Арабия мемлекеттері ғой, иә. Менің ойынша халықаралық туризм әлеуеті жоғары. Мысалы, Италия, Испанияда туризм өте жоғары. Бір ғана Италия, Испанияда. Кеттік. Келесі сұрақ. Скандинавия түбегінің халықаралық мамандануы дейді. Так, тауып көрейік.
Норвегия, Швеция, Финляндияның маманданған саласы не? Халықаралық қаржы орталығы ма? Жоқ, ол Швейцария, иә. Сағат жасау, станок жасау, бұл Швейцария, Швейцария деген вариант болады. А варианты. Бұл дұрыс емес. Порт шаруашылығы, металлургия, қаржы орталығы дейді. Порт деп айтуға да болады, Норвегияда порттар бар, но үлкен ірі порттар ол Нидерландыда, иә. Роттердам үлкен порты бар. И бұл дұрыс болмайды. Иә, Бельгияда Антверпен, Роттердам, Нидерландта. Металлургия дұрыс болса, Швеция металлургия жақын, Швеция металлургия машина жасау, қаржы орталығы дұрыс болмайды тоже бәрі де. Халықаралық теңіз тасымалы, міне осы ғой міне. Теңіз тасымалы, машина жасау. Так, бұл Норвегия теңіз тасымалы, машина жасау деген бұл Швеция, целлюлоза қағаз деген бұл Финляндия. То есть дұрыс жауап осы болады. Хай-тек технология сағатты өндіріс, гүл өсіру, енді хай-тек технология тоже бұл Америка, білесіздер, иә. Сағат Швейцария, гүл, енді Бельгия, Нидерланды. Дұрыс, сол осы болады. Так, келісеміз ба, келіспейміз ба? Келісеміз ба, келіспейміз ба? Так, келісем дейді. Молодец, монстр. Келесі сұрақ. Монстр, сен қайсыны оқисың? Біздегі баласың ғой да? Біздің курстағы. Экваторлық дейді. Экваторлық қайсысы болады? Экваторлық климаттық белдеудегі географиялық нысандарды сәйкестендіреміз дейді. Так. Давайте мен скринда болайын. Бүйтіп скринда болсайын, иә. Экваторлық нысан бұл жерде так. Ла-Манш бұғазы жоқ қоңыржайда, бұл болмайды. Калимантан аралы, Суматра аралы. Осы болады. Дәл экваторлық кесіп өтеді, иә. Қоңыржайда. Так. Ла-Манш тоже қоңыржай, Гурон көлі. Гурон деген еді. Ұлы көлдер жүйесі. Тоже қоңыржай ғой. Ұлы көлдер жүйесі. Гурон, Мичиган, жоғарғы, Эри, Онтарио. Значит, тағы қандай варианттар бар? Килиманджаро тоже экваторлық. Тасман вообще қоңыржай. Екеуі бірге тұрды. Чад тоже экваторға жақындау. Тропик деп айтсақ та болады. И субэкватор айтсақ та болады. Атылыс субтропик. Дұрыс емес. Дұрыс жауап осы болады. Но қараңдар, бұл таза номенклатура, картаның несі да. Егер сен карта білмесең, мына сұраққа туп жауап бере алмайсың айтайсың. Туп жауап бере алмайсың. Себебі сен мына нысандардың мына жерде 8 нысан тұр. 8 географиялық нысанның орналасқан жерін ойша елестете алмасаң, бітті, сен қадаласың. Жып айтам. Себебі әрине жаттап алған дұрыс, мысалы жаттап алған жақсы. Мен айттым, басқа адам айтты, жаттап аласың. Бірақ дәл осы сұрақ саған келмейді ғой. Мысалы саған келесі тұрады, саған айтады. Гвиана таулы қыратты қайда дейді. Қырат деп жауап тұрады да. Сен оны тоже білмейсің бәрібір де. Или там мысалы Малукка аралдары деген секілді. Сондықтан да құрметті оқушылар, номенклатура маңызды. Да, металлургия шикізатын өндірумен жетекші орындағы елдерді сәйкестендіріңіз дейді. Так, темірді қай ел көп өндіреді? Корея, Түркия, Германия. Кореяда жоқ, Түркияда хром бар, Германияда жоқ. Ақш, Жапония, Корея дейді. Жоқ, Бразилия, Австралия, Китай дейді. Бразилия бірінші орында ғой. Китайда бар ма жоқ білмеймін, бар шығар, Австралия тоже бар шығар, жер үлкен ғой. Но Бразилия точно бар. Қаражас деген киноны бар. Бірінші орында аттап алыңдар. Бразилия таулы қыратында. Мыс десең мен білемін, ол Перу ғой, иә. Ой, Чили ғой, Чили. Енді Перуді білмедім, точно Чили болады білемін. Таза мыстар, таза сапалы мыс Чилиде. Сосын Индонезияда бар, сосын Африкада Конго мен Замбия елдерінде бар. Заир, Замбия билеу деп атайды. Орталық Африкада тоже оларда мыс бар. И біздің қасында да бар. Осы елдерде жоғары. Келсеңіз ба? Құрметті оқушылар, келсеміз. Егер сендер бұл сұрақтарды, мен қазір 32 сұраққа келдім, әлі көре алмай қалған болсаңыздар, даже мен записьда сол телеграмға салама деген ойым болып жатыр. Енді памяті көп кетпесе, иә, памяті көп болса ашылмай қалады. Енді бір эфирге бір сағаттай алу мүмкін. Енді памяті аз болып жатқан болса, онда видеосының видео түріндегісін сілтемесін неге салам? Телеграмға салам. Давайте мен телеграмға қосылып қойыңдар, толыққанды жіберемін. Бірақ мен скриндап отырмын, еще скриндап отырмын осылай. Тоже не болады. Скриндапты тоже салып отырамын викторина түрінде. Келесі, берілген ел мен климаттық белдеуді сәйкестендіріңіз дейді. Ирландия бұл Ұлыбритания ғой, то есть бұл енді қоңыржай. Вьетнам. Так, Вьетнам бұл Индонезия жақын ғой. То есть
Экваторда болмай қалады ау, экватордан кесілтпейді енді. Шамамен субэкватор болып қалатын шығар. Субэкватор деп ойлаймын. Сендер ше қалай ойлайсыздар? Давайте. Экватор ма, субэкватор ма, немесе субтропик па? Енді субтропик точно болмай қалады ау, әлде болып қала ма? Субэкватор, субтропик, субэкватор, субтропик. Муссондық климат қой енді, Вьетнам, рамыр көп жауап. Мен ойымша субэкватор болады. Қалай салыңдаршы картадан? Если что. Менің вариантымда давайте ойлап тұрмын, мен субэкватор. Енді тропик жыбы болмайды, тропик әне бітік балдан, сен білесіздер ма? Гемайниден. Субэкватор мен субтропик бір-бірімен шекаралас тұр. Бірақ Қытайдың Хайнян аралы бар да, ол субэкваторға жақын. Получается, бұл субэкватор болады. Мен ойымша. Так, келесі қатпарлықтарды эралармен сәйкестендіріңіз дейді. Қайсысы болады? Герцен қатпарлығы, әрине бұл білесіздер, палеозой эрасы, Альп қатпарлығы бұл соңғы эра, кайнозой эрасы. Бұл енді талқыланбайтын мәселе ғой, білеміз. Дүние жүзінде діндерді сәйкестендіріңіз дейді. Христиан діні. Христиан діні қай елдің діні христиан? Қай елдің діні христиан? Қалай ойлайсыздар? Қай елдің діні христиан? Қай елдің діні христиан? Так, Жапония синтоизм, Египет ислам, Аустралия христиан, протестант бағытын. Ислам, Египет болады, я? Израиль юдаизм, Жапония синтоизм. Надалық зерттеу әдісі барысында ауа райын бақылау үшін қажетті құралдар дейді. Қалай ойлайсыздар, қайсысы болады? Ауа райын бақылау үшін қажетті құралдар қандай? Қажетті құралдар. Ауа райын зерттейтін метеорологиялық құралдар, термометрі температураны зерттей ма, температураны, то есть бұл дұрыс болады, я? Флюгер, желдің бағытын анықтайтын құрал. Ауа райына кіре ма? Мен ойымша кіреді. Я? Метр секунд қанша екенін білу керек қой. Флюгер. Желдің қай бағытта? Солтүстіктен оңтүстіктен соғады ма деген. Желдің жылдамдығы болса, ол анемометр. Флюгер жел бағдар ғой. Ол желдің бағытын анықтайды. Солтүстіктен оңтүстіктен соғады ма, қаяқтан екенін табады. Сызғыш ауа райына қатысы жоқ. Телескоп ғарыш аспан делден тоже қатысы жоқ. Барометр қысым қатысы бар. Я? Қатысы бар. Курриметр бұл картадағы элексистардың ұзындығын есептейді. Бұл дұрыс емес. Картометриялық құрал. Дұрыс жауап менің ойымша үшеуі вариант дұрыс деп тұр. Сендер қалай ойлайсыздар? Басып кетіңдер. Келесі, мәселе не дейді мынау? Электронды карталар мазмұнында тіркелген ақпараттар дейді. Мынау деген не ғой? План ғой, план. Жергілікті жердің планы ғой, я? Осы. Так, не дейді бірақ, варианттар не дейді тұр? Сұрақ қандай? Электронды карталар мазмұнында тіркелетін ақпараттар дейді. Электронды карталар мазмұнында дейді, тіркелетін ақпараттар дейді. Прикиньте. Мына жерде не тіркелетіп тұр ғой, я? Күнделік жаңалық яғын болмайды енді. Кәсіби фотосурет дейді. Кәсіби фотосурет болмайды. Өлшеу құралдары дейді. Шартты белгілер жүйесі дейді. Мына жерде белгілі бір шартты белгілер бар да. Бар ғой, мысалы бірдеме стекалар не тұр. Так, мынау да болып қалуы мүмкін. Тарихи мәлімет дейді. Тарихи мәлімет жоқ мына жерде. Сіздер қалай ойлайсыздар жалпы? Қайсысы болады ойлайсыздар? Мынау сұрақ қате болып қалады ау. Кішкене сомнение ұстап жатыр. Менің бұрын көрмеген сұрақтардың бірі екен мынау. Мен үшін жаңа сұрақтардың бірі мынау, қызық болып тұр. Менің ойымша енді жергілікті жердің планы деген нәрсе дұрыс болады, жыбы дұрыс болады. Мынау енді просто интуиция сол атап тұр да, шапкілік мына жерде явно бар ғой деп тұр да. Жаңалық деген нәрсе вообще дұрыс болмайды. Өлшеу құралдар деген вообще дұрыс болмайды. Тарихи мәлімет деген вообще дұрыс болмайды. Тарихи мәлімет деген әлде бола ма? Жоқ, болмайды. Фотосурет мына жерде кәсіби емес қой енді. Қатты кәсіби емес қой. Қалай ойлайсыздар? Сіздердің ойларыңызша қандай болады? Не сурет дейді. Бұл негізі белгілі бір елді мекеннің суреті ғой. Мысалы, план деген нәрсе бар да, ол шағын аумақты қамтиды, масштабы ірі болады. Мысалы, Астана қаласының немесе белгілі бір орманның ауданы көрсетеді, иә? Мысалы, картада оны көрсетпейді, ол кішкентай аумақты қамтымайды, ол үлкен аумақты қамтиды да, и масштабы ұсақ болады сәйкесінше. Мынау кішкентай аумақты қамтиды, бірақ масштабы ірі болады. Кішкентай аумақ, мысалы, Астана қаласы, мысалы, немесе сен қай жердесіңдер, мысалы, Тараздансың ба, Тараз қаласының картасы деген секілді, иә? Ол жерде өзен, көпір, орман ба, не тұр, мысалы, бәрі жол, бәрі тұрады ол жерде.
Вот сондай картаны біз не дейміз? План, немесе жергілікті жердің планы деп атаймыз. Түсіндіре алдым ба? Давайте мынау сұраққа қалай жауап бересіңдер, өз ойларыңды жазып кетіңдер. Келесі сұрақ. Герцен қатпарлығында қалыптасқан Қазақстанның табиғи аудандары дейді. Табиғи аудандары. Герцен қатпарлығында қалыптасқан Қазақстанның табиғи аудандары қандай? Так. Мұғалжар көтерілді менің ойымша. Тянь-Шань бар ма мына жерде? Тянь-Шань жоқ қой. Так. Шығыс Еуропада сумайды, батысы Транзит сумайды. Алтай, Жетісу атауы, осылар болып қалады шығар. Жетісу атауы әлде болмай ма? Қай қойыңдаршы? Кайдонда Сарыарқаның солтүстігі, Тянь-Шаньның солтүстігі деп айтылады. Ал Герценде Тянь-Шаньның батысы дейді, Мұғалжар дейді. Сосын Алтай деген вариант бар. Явно мен есімде тұрғаны. Бірақ Жетісу атауы бар ма жоқ па білмей тұрмын да. Просто менің бұрынғы түсініктерім бойынша жаңа биіктаулар Тянь-Шань, Жетісу атауы, Сарыарқа Жетісу атауы фундаменті біршік осы кезінде көтерілді, Герцен кайдонда көтерілді, кейін Альп қатпарлығында қайтадан көтерілді да, екінші рет көтерілісі болды. Менің ойымша осы вариантта дұрыс болады деп ойлаймын. Сіздердің ойларыңызша қалай ойлайсыздар? Жазып кетіңдер. Сіздер ойларыңызша қалай ойлайсыздар? Қайсы түсті ойлайсыздар? Жетісу бар ғой дейді. Бар ғой, иә. О, Наукенова. О, менің оқушым кірді. Едана, сен жаңа кірдің ба? Бағана кірдің ба? Едана, мынаны қараш. Мына 37-ні қараш. 37, мен 37-ні қатысып жатырмын. Карталар дейді, мазмұнына қарай тіркелген ақпараттар дейді. Мен ойынша жергілікті жердің картасы точно дұрыс болады, план ғой ойында. И мына жерде белгілі бір белгілер бар да, енді шартты белгілер. Жүйесі деп ойлаймын. Жаңалық құралдар болмайды точно. Кәсіби фотосурет яғни болмайды. Тарихи деген нәрсе просто под вопросом болып тұр да. Даже шартты белгінің өзі под вопросом болып тұр. Тек қана ғылыма деген ой болып тұр да. Қазір бір ғана балл беріп қойса, не осы ғана жауап дұрыс деген сөз, не тағы бір вариант дұрыс деген сөз да. Екі балл берсе түсінікті нәрсе енді. Одан 38 дейін бұл түсінікті нәрсе, бұл дұрыс. 39. Қағаз тәуелсіздік алғаннан кейін дейді, иә, 91 тәуелсіздік алды ғой, 91 жылы. Халық санағы жүргізілді дейді. Жалпы біздің Қазақстанда халық санағы әр 10 жылдан жүргізілген еді, иә. 89 жыл жүргізілді, ол кезде 16 миллион болды. 89 жыл, бірақ ол тәуелсіздік алған жоқ сол кезде. Одан кейін 10 жылдан кейін 99 жылы болды, 2009 жыл болды. 2019-да пандемия болды, соңында білесіздер енді, иә, COVID-19 сөйтіп электрон түрде халық санағы болды. Бұл дұрыс емес. Так, келесі. Шаруашылықты орналастырудың жаңа факторлары дейді. Заманауи факторлар екеу, оның бірінші әрине ғылымға қарайды, одан кейін экологияға қарайды. Осы екі нәрсеге қарайды. Скринда болайын, қазір телеграмға көп басып алам. Телеграмға қосылмаған болсаңдар қосылып алыңдар, уже эфир аяқталды. Қазір телеграмға салатын болам. Дұрыс жауабын көреміз ба, давай ма? Кеттік па? Лайк басында, давайте. 2000 лайкқа барып тұрсақ, и сразу дұрыс жауабын көретін боламыз. Так. Мына вариантты мен скиндадым ба, скиндамадым ба? Так, комментарийға жіберейік. Кеттік дейді. 2000 лайк болды ма? Болды. Ал көреміз ал. 50 бола ма, болмай ма? Менің ойынша 48, 49, 50-дің біреуі точно болады. Осы үшеуі біреуі болады. Жаңағы 30-70 сұрақ ба да, нешінші сұрақ қарап алайыншы қазір. Айтпа сандағын қарап алыңдаршы, мен нешінші сұрақтан қате кеткенімізді көріп отырамыз да. Мына 37 қате болып кетуі мүмкін. Мына екеуі. Басқаларына сенімдіміз енді. Кеттік ал. Ал, бисмилла.
1, 5, 4, 3, 2, 1. Елу! Бәрі дұрыс, құрметті оқушылар. Дәл осындай балл баршаңызға бұйырсын. Эфирге қатысқанның барлығына осы нәрсе бұйырсын, құрметті оқушылар. Әумин. Бұйырсын сендерге осындай балл. Көрдіңдер ғой, жаңағы екі вариант 37 сұрақтағы жергілікті жердің планы и шартты белгілер нәрсе дұрыс болып тұр, иә. Интуиция алдамайды, құрметті оқушылар. Интуиция адамның миында бірінші бейсанасына адам жазылып қояды ғой негізі ақпараттар, иә. Кейін оны еске түсірген кезде адам бірінші айтады вариантын бірінші, осы дұрыс болады деп. Кейін бірақ өзіміз ойлаймыз да, ой, ол қате болады деп басқасы билеп жүрсе, уже дұрыс болмай қалады. Адам бірінші ойлағанын билеп тастау керек, сол кезде дұрыс болады. Мен қарам, мен бірінші ойлағанын билеп тастадым. Айно сонан кейін мен сомнение болды, басқасын билегім келді, бірақ сонда мен қайтпадым да сол вариантты. И дұрыс болды. Түсіндіңдер ма? Так, құрметті оқушылар, 50-ден 50 балл сіздерге бұйырсын, құрметті оқушылар. Дәл осы эфирді мен телеграм каналға салып қоямын. Баршаңыз осыны қайтадан қарап шығыңыздар. Жақсы ма? Телеграм каналы біздің профильдегі сілтемеде тұр. TikTokта, Instagramда барлығында тұр. Канал қандай дейді? Каналдың аты не? Каналдың аты не? Дәулетхан ағай. Ой, ұмытып қалдым ғой. Дәулетхан ағай. Немесе осы TikToктың профилінде тұр. TikToктың профилінде тұр. Так, осындай балл бұйырсын. Осындай балл бұйырсын. Қосылындар ма? Кім қосылды? Кім қосылмады? Енді үлгіріп атсам, давайте көмектесіңдер маған. Бірге салам бәрі. Жақсы, құрметті оқушылар, қатысқандарға көп-көп рахмет. Қайырлы кеште болыңдар. Ертең нағыз отты болса, елге алғын нағыз отты болса, сәттілік. Дәл осындай балл бұйырса, давайте маған жазыңдар. Ағайын, мына көмектесті, мені айтқаныңызды орындалды деген нәрсені сенен күтетін болам. Сәттілік.